Кофе зиян ба? Бұл шындық па, әлде жалған ба? Кофені біреулер улы дейді, біреулер пайдалы дейді. Ал шындық қайсы? Бүгін біз кофеге қатысты ең көп тараған мифтерді тексереміз. Кофе зиян ба, әлде жалған айып па? Бірінші миф: кофе жүрекке зиян. Көп адам кофені ішсе, жүрек соғысы жиіледі, демек зиян деп ойлайды. Бірақ сұрақ: бұл шындық па, әлде жалған ба? Жауап: жалған. Себебі ғылыми зерттеулерге сәйкес күніне 1 немесе 3 кофе ішетін адамдардың жүрек ауруларының қаупі артпайды. Керісінше, кей адамдардың инсульт қаупі төмендейді. Екінші миф: кофе қан қысымын көтереді. Бұл жартылай шындық. Кофеге үйренген адамда қысқа уақытта көтерілуі мүмкін, бірақ үнемі ішетін адамдарда бұл әсер байқалмайды. Үшінші миф: кофе ұйқыны бұзады. Кофе ішсең, ұйқың бұзылады деген рас па? Жауап: шындық. Себебі кофеин ағзада 6-8 сағат сақталады, сондықтан кешке ішілген кофе ұйқыны бұзуы мүмкін. Кофені түстен кейін сағат 4-тен кейін ішпеген дұрыс. Төртінші миф: кофе тәуелділік тудырады. Кофесіз басың ауырса, бұл тәуелділік пе? Жауап: жартылай шындық. Кофеинге ағза үйренеді, бірақ бұл есірткі сияқты қауіпті тәуелділік емес. Бесінші миф: кофе ағзаны су ішу қауіпсіз. Көпшілік үшін қауіпсіз мөлшер күніне 2-3 шыны кофе. Қауіпті жағдай ол 5-6 шыныдан артық болса, аш қарынға және кешкі уақытта ішілетін болса. Қорытындылай келе, кофе зиян емес, зиян болады егер мөлшерсіздікпен ішетін болса. Ал сен кофе ішесің бе? Күніне қанша шыны ішесің? Пікіріңді комментарийге жазылып қалдыр. Және де видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды және арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар.